Құрметті группаластар, мен жаңа ғана облыс әкімінің қалада 93 жылы су тасқынына қатынасы бар ақсақалдарменен кездесуінен келіп отырмын. Облыс әкімі Шапкеновтің өткізген жиынынан. Сол жерде жігіттер 1993-94 жылы керемет су тасқыны болғандағы тәжірибелерін айтып, сол кезде қандай жұмыстар атқарғанын хабарлады, ұсыныс пікірлерін берді. Енді қауіп төтенше жоғары. Қазір жайықтың бойындағы әрбір ауылға көмек ұйымдастырылып жатыр. Судың деңгейі бұрынғыдан әлдеқайда көп болуы мүмкін. Былайша айтқанда, ағайынды группаластар, мына бүгінгі біздің айтып отырған жерасты суы шарбақтағы көлшіктер бір жай әңгіменің ретінде қалып қояйын деп отыр. Себебі анау су басатын болса, онда енді судың мына жерге келетін тереңдігі жаңағы 94 жылдар қарап отырсақ 1-2 метрдей болатын сияқты. Соған байланысты қазір облыс әкімшілігі енді жаңа айтты, бүгіннен бастап жұмыстар басталып кетті деп жатыр. Мен айтқан болар едім, бұл жаңа Иреклинскийден былтыр архивін ашып қарасаңыздар, тәулігінде 365 жыл бойына, 365 күн бойына 2023 жылы секундына 15 кубометр су ағызып отырса, қазір қарасаңыздар, уже 800-дің айласына барып отыр. Судың келісі менен шығысын санап қарасаңыздар, жаңағы Иреклинский водохранилищеде айырмашылығы ерекше. Судың қалған сыйымдылығын қаласаңыздар, 300 миллиондай кубометр, ол қас-қағым сәтте сонатын түрі бар. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз, судың жіберудің көлемін ол әлде бірнеше рет арттырады деп ойлап отырмын. 1000 кубометр бола ма, 1500 кубометр бола ма, білмеймін. Былтырғы 15 кубометр секундына санағанда, егер 1500 кубометр болатын болса, онда есептеп қараңыз, 100 есе артық су жібереді деген сөз. Жайықтың негізгі ағысын құрайтын осы водохранилище болып саналады. Оның үстіне жайыққа құятын су жинау алқаптары, Ақтөбеден ағатын Илекте қар көп болды биыл. Мынау Қазақстанда орналасқан өзендіктерде қар көп болды. Ақтөбе, Оренбург облысында қар көп болды. Соған қарағанда қауіп өте жағдай қауіпті болайын деп тұр. Жаман айтпай жақсы жоқ деген бар. Жаманға бар айтты деп сөкпеңіздер. Жалпы беріктуін беріктер жігіттер бөгетте салар, бірақ бір жерден су жарып кетсе, ол әп сәтте тұрғын аудандарды алып кетеді. Сондықтан құжаттарыңыз жинақтап, айтқанда Құдай сақтасын, бетін армақ қылсын, бірақ жаман айтпай жақсы жоқ. Одан да мені жағаға жылан жұмыртқасын деп қарғаңдар, бірақ сендердің маған амандықтарыңыз керек. Қағаз құжаттарыңыз даярлап, судың деңгейін зер салып қадағалап отырыңыздар. Қажет болатын болса алдын ала, тіпті көліктеріңізді даярлап қойып, мына Ақтөбе жолына шығып кетуінде қамын ойлауға тура келетін болады. Себебі дүниеден гөрі бас керек, байтал түгіл бас қайғы деген заман орнап қалуы мүмкін. Және бір ескертіп айтатын жағдай, су мына Ақтөбе жолын 40-50 километрге дейін басып кету қаупі бар. Оны шайып кететін болса, жол үзіліп қалады. Ал мына жағына, Ақтөбе Асырқан жағына қашатын жердің жоқтың қасы. Себебі бұл жақта да жаңағы неге дейін барады, жаңағы судың тасығандағы тасқын судың Аққыстауға дейін жақындап қалады. Міне, айып етпеңіздер, жақтырмасаңыздар да, мен
қаупімді айтып отырмын. Аллам жар болсын, Құдайым бізге жар болып мені қателестірсін.